Рас? Сәлеметсіз бе? Бұл біздің газетіміз әділдік пен даму ғылыми және ресми көзқарастар. Әділдік қоғамның тұрақты дамуының басты шарты өйткені Қазақстан Конституцияның жоғары күнделік ретінде белгіленген, егер заң ретінде сақтаса, онда қоғамға сенім тұрақты қамтамасыз етіледі. Бізде бұлда Аристотель, Біріккен ұлттар ұйымы әділетті және Шоқан Уәлихановтың жазған мәселелер қосқанымыз. Әділетті қоғам дамуының негізі ол біздің эссе. Менің ойымша, әділетті қоғам маңызды құндылықтың бірі, өйткені ол адамның арыстанға сенімді қалыптасуын және тұрақты қамтамасыз етеді. Егер қоғам әділетсіздік орын алса, онда адамдардың мемлекетке деген сенімі төмендейді, ал сенімсіз қоғам дамиды. Бұл эсседе біз ағылшын философ Джон Лок адамның табиғи құқығы өмір, еркіндік және меншік қоғамны тиіс деп есептелген. Бізде бұлда және халықаралық ұйымдар, Біріккен ұлттар ұйымы бар, және Абай Құнанбаевтың сөздері бар, мақалалар. Бұл біздің сұхбат. Жастар пікірі, әділетті қоғам қандай болу керек? Сұхбат алушы болды менің мамам, анашым. Мен онан сұхбат алдым. Бірінші сұрақ: әділетті қоғам дегенді қалай түсінесіз? Жауабы: әділетті қоғам бұл әр адамға тең мүмкіндік берілетін, заң бәріне бірдей жұмыс істейтін қоғам. Онда адамдардың құқығының қорғалып, әділеттік сақтайды. Екінші сұрақ: қазіргі қоғамда әділетсіздік жеңілдікте ме? Жауабымыз: толық деп айту қиын. Кейбір жағдайда әділетсіздік кездеседі, бірақ қоғам біртіндеп дамып, әділетке қарай өзгеріп келеді. Үшінші сұрақ: әділетті қоғам құру үшін не қажет деп ойлайсыз? Жауап: ең алдымен адамдардың санасы өзгеру керек. Әрине, әркім өз ісіне жауапкершілік қарап, адал болу маңызды. Сонымен қатар заңның дұрыс орындалуы қажет. Төртінші сұрақ: жастардың рөлі қандай? Жастар болашақ. Егер жастар білімді, адал және белсенді болса, қоғам да әділетті болады. Сондықтан жастар өздерін дамыту керек. Бесінші сұрақ: отбасының рөлі қандай? Отбасы тәрбиенің негізі. Бала кішкентайынан әділеттік пен адалдықты үйренсе, өскенде жақсы азамат болады. Енді Әділ. Енді бізде викторина, және бірінші сұрақ жалпы білім. Әділеттік бұл әр адамға өз еңбегіне сай үлес беру деген идеяны дамытқан кім? Бірінші Аль-Фараби, екінші Конфуций, үшінші Дарвин. Ашайын. Біздің дұрыс жауабымыз ол Аль-Фараби. Екінші сұрақ дереккөз Аль-Фараби еңбектері. Ол әлемде балалар құқықтарын қорғайтын ұйым қайсы? Ол жерде бірінші ЮНЕСКО, екінші ЮНИСЕФ, үшінші НАТО. Енді дұрыс жауабымыз. Дұрыс жауап Б. ЮНИСЕФ. Үшінші сұрақ өмірлік жағдай. Келесі бет ол. Егер адам заңды бұзса,
бірақ таныстары арқылы жазадан құтылса, бұл бірінші вариант әділетті, екінші вариант әділетсіз, үшінші вариант қауіпті. Енді дұрыс жауабын ашайық. Біздің дұрыс жауап ол Б. Әділетсіздік. Төртінші вопрос, ол философский вопрос. Қоғамдағы тәртіп пен әділетке ерекше мен берген шығыс ойлаушы кім? Бірінші вариант Конфуций, екінші Ньютон, үшінші Пифагор. Енді дұрыс жауап ашамыз. Дұрыс жауап А. Бесінші вопрос, логикалық сұрақ. Келесі бет. Егер барлық адам заңды сақтаса, ол қоғам қандай болады? Бірінші тұрақсыз, екінші тұрақты, үшінші әлсіз. Біздің дұрыс жауап Б. Тұрақты. Тұрақты. Ал алтыншы вопрос, это шығармашылық тапсырма. Ол егер сен заң шығарушы болсаң, қоғамдағы әділеттік артыру үшін қандай бір заң енгізер едің? Ол вопрос, ол жауап менде. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша, егер мен заң шығарушы боламын, мен мектептерге азаматтық тәрбие және сабағын міндетті өту туралы заң енгізер едім. Өйткені әділ қоғам соттан немесе полициядан басталмайды. Ол өз құқықтарды мен міндеттерін бала кезінен түсінетін адамдардан басталады. Мына жерге бізде бар және елімізде жаңалықтар осы жылы 2026 жылдың басында Қазақстан саяси және әлеуметтік жаңғыру бағыты жұмыстар жалғасуда. Өйткені мемлекет тұрақты даму мен әділетті қоғам қалыптасуны басты мақсат ретінде ұстанады. Бұл туралы ресми ақпаратта Қазақстан Республикасы президенттің ресми сайты жариялап отырады. Және бізде бар саяси салада елімізде біз республика парламенті ресурстарды алдық. Және экономика, ол бізде экономика министрінен ұсынады. Білім беру саласынан Қазақстан Республика оқу ағарту министрінің сайтына жариялады. Экологиялық, біз экология және табиғи министрінің сайтынан алдық. Және халықаралық деңгейде. Ол бізді ұлттар ұйымы және басқа халық ұйымда ресми материалдан көрсетілген. Біздің дерек сөздер ол Қазақстан Республикасының Конституция, Қазақстан Республикасының президенті жолдауы, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл агенттігі және Біріккен ұлттар ұйымы. Редакция алқасы, ол бізде редактор Рысқали Әлихан және корреспондент Жарылғап Айдыл Ғани. Сау болыңыз.